Саламатсыздар ма оқушылар? 20 сабақ «Мен сенің өміріңнің жалғасымын» деген тақырыптың екінші сағаты. «Мен сенің өміріңнің жалғасымын» деген тақырыпты біз ата-ана көзқарасы жағынан ашқан едік. Енді бүгін сол сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бауыржан Момышұлының сөзін ұсынамын. Дәптерді ашып, бүгінгі күннің жадын, сабақтың тақырыбын дәйек сөз жазып алыңдар. Ата-анаңның үмітісің, сен қайталанбас тұлғасың, өз өміріңнің белсенді жасаушысың. Сен ата-анаңның үмітісің, яғни ата-анаң сенен үміттенеді, оның жақсы жерде жүргенін қалайды. Және де сен қайталанбас тұлғасың дегеннен, сендей адам бұл өмірде әркім өз алдына жеке тұлға, жеке болып табылады. Өз алдына жеке тұлға, яғни қайталанбас. Өз өміріңнің белсенді жасаушысың. Әркім өз өмірін өзі жасайды. Қараңдаршы оқушылар, халық қаһарманы, батыр Бауыржан Момышұлы сендерге мотивация беретін қандай керемет сөз айтып тұр. Сен қайталанбас тұлғасың дейді. Сен әлі 10-шы сыныптың оқушысың ғой, бірақ саған сен қайталанбас тұлғасың деп баға беріп тұр. Бұл жердегі ойымыз, сенің істеген істің ата-анаңа да қатысты. Өйткені сені баққан ата-анаңның үміті де сенсің, мақтанышы да сенсің. Егер қаралайтын болса, қарғыс та сен боласың. Қазақ айтпай ма? Қарағайын десем жалғызымсың, қарғамайын десем жалмауызымсың. Мінекей, ата-ананың бар үміті сен, егер де сен оған жақсылық қылып қайтарсаң, онда ата-анаң саған марқайып қалады. Ал егер сен жамандықпен қайтарсаң, онда жаңағы мақал сияқты сен өзің бір тұлғасың. Сен сол тұлғалығыңмен адамдығыңды көрсетуің керек. Ата-анаң мақтанатындай адам тұлға болуың керек. Жарайсыңдар, енді барлық пікірді тыңдадым. Әрине, барлық ер бала Исламбек секілді, барлық қыз бала Сымбат, Айым секілді, Айдана секілді ой түйетін болса, онда біздің болашағымыз жарқын екен деп қуануға болады. Тамаша, жарайсыңдар. Барлық пікірі орында. Енді оқушылар, мұғалім сыйы ретінде мен кеше айтқанмын, Шерхан Мұртазаның Ай мен Айша деген шығармасын оқып жатырмын деп. Содан шырақ деген бөлімін айтып бергім келіп отыр бүгін. Жалпы шырақ деген сөзге ассоциация құрыңдар. Шырақ деген сөзге қандай анықтама берер едіңдер? Жалпы шырақ жаңа өзіміздің тақырыбымызға сәйкес, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Жаңағыдай өзіңнің сөнбейтін, ата-анаңның ізгі жолын жалғастыратын деп ойлаймын. Шырақ дегенге ассоциация құратын болсақ, шырақ бұл жарықтың, яғни қараңғыдан сақтайтын, түнектен қорғайтын, түнектің кілтін ашып беретін айтқанда, барлық бүкіл жан дүниесін жарық себетін бұл фактор деп айтсақ болады. Жарық дегеніміз бұл қуаныштың, үміттің белгісі. Шырақ деген мен ойымша, сенің жолындағы белгілі бір бағытқа жарық жол. Жақсы оқушылар, шырақ туралы пікірлеріңді білдім. Енді бұл бөлімнің шырақ аталу себебі, сендер білесіңдер, біздің қазақ халқының дәстүрінде жеңгелері қайныларына ат қойған еді. Сонда Айша анасының қайнысына қойған ат екен шырақ деген. Оның не себепті шырақ аталғанын жоғарыда өз сөздерімен түсіндіріп өттіңдер. Жарық, сәуле, үміт, адамның өмірінің жалғасы, сәулесі деген мағынада. Шырағың сөнбесін деген сөзді қозғады Исламбек. Міне сондай оймен астарлап қайнысына қойған аты. Енді баяндайын. Соғыс кезі, бұл оқиға соғыс кезінде болған, білесіңдер. Ауылдағы үлкен кішінің бәрі мектеп алдына жиналып жатады. Ол кезде Шерхан небары 10 жаста. Олда барады, күн қатты, суы, қытымыр аяз, адамдар тоңдырып барадыр. Сонда да халық алысқа көз тастап батырды күтіп тұр. Бұл батыр Бауыржан Момышұлы еді. Содан халық батыр келгеннен кейін мектепке кірді. Сыймағандар есіктің аузында тұрды.
батыр сөз сөйлеп жатыр. Жаудың беті қайтқанмен әлі соғыс жүріп жатыр екен. Қиян кескі соғыс әлі қиын жағдай екендігін айтады. Бірақ біз жеңеді екенбіз, өйткені біздің ісіміз адал екен. Әсіресе қазақ жастары жақсы батырлық көрсетіп жатыр. Сондай батыр ұл туған аналарға рахметін айтады. Сәлден соң Дошанай атаны іздейді. Өйткені Дошанайға айтады: мына залда Дошанай қария бар ма? Уа, Дошанай көке, сен бауырың момыш өлгенде неге басына барып Құран оқымадың дейді. Дошанай ата кібіртіктеп, күн салқын болды, аяз болды деп кібіртіктеп қалады. Сонда батыр айтады: көке, сенің жазығың жоқ, мына шолақ белсенділер ғой саған Құран оқытпай жүрген деп шинел кигендерді нұсқайды. Мен әкем қайтыс болды момыш, соған Құран оқуға арнайы демалыс алып келдім дейді батыр айтады. Сөйтеді, орнынан көтеріліп халыққа қолдау сөз айтып, орнынан көтеріліп бара жатыр, есіктің аузында тұрған Айшаны көреді. Ау жеңше, мынау не, үстіңе солдаттың шинелін киіп алыпсың ғой дейді. Сонда Айша айтады: кебенек деген осы шырақ, ағаңды баяғыда жалмап кетті. Оның үстіне халық жауы деп шолақ белсенділер қорлайды деп шағымданады. Сонда батыр Айшаны арқасынан қағып: шыда жеңеше, мына балаңды өлтіріп алма дейді. Енді бірінші сұрағым балалар, Бауыржан батыр ауылға қандай себеппен келді? Батырдың осы әрекетін бүгінгі тақырыппен қалай байланыстырып ой түйер едіңдер? Жалпы бүгінгі тақырыбымыз мен сенің өміріңнің жалғасымын. Өзіміз естіп отырғандай, Бауыржан Момышұлы әкесінің басына Құран бағыштауға келді. Яғни әкесі қанша жерден жаңағыдай дүниеден өтсе де оны ұмытпай, яғни әкем риза болсын. Өзіміздің тақырыбымызда сондай: мен сенің өміріңнің жалғасымын. Яғни өмір сүріп, әкесін риза қылып, олардың жаңағыдай тәрбиесін бойына сіңіріп, жаңағыдай риза болсын деп, әкесінің басына келіп, жаңағыдай өзі Құран бағыштап кеткен. Бүгінгі тақырып мен сенің өмірінің жалғасымын, яғни Бауыржан Момышұлы ол әкесінің жалғасы. Әкесінің жалғасы болғандықтан ол өзінің белгілі бір міндетін атқаруға келді. Жақсы, өте керемет жауаптар, дұрыс айтасыңдар. Бала әкенің өмірінің жалғасы. Ол бұл өмірден өтіп кетсе де, баласы сол әкенің баласы деген атқа лайықты өмір сүруді өзінің қағидаты қылып алған, өзіне міндет деп алған. Тамаша. Жақсы, енді екінші сұрағым. Дошанай ата неге бауыры момыштың басына барып Құран оқи алмады? Ол кезде Кеңес одағының қылышынан қан тамған кезең, Сталиннің қысы болған, Сталиннің қытымыр саясатының кесірінен көптеген діни қайраткерлердің бәрі қаздап, діни қайраткерлерге тыйым салып, атеистік қоғам орнай бастады. Соған байланысты Құран оқу бұл ескінің сарқыншағы сияқты көрініп, Құран оқуды бұл феодализмнің орнауы, феодализмнің сарқыншағы ретінде көргендіктен, қанда ол оның заманнан қалып қойған социализм идеясына лайық емес нәрсе деп сезінген. Қанда дін керек емес дейтін нәрсені ұсынды. Атеизм, атеист билік. Мінекей, осыдан кейін белгілі атеистік саясат кесірінен, сосын ғана шолақ шеңгелер келді. Полицайлар, НКВД солар жүргеннен кейін олар вообще, олар ат тастады. Өйткені олардың Кеңес одағының қылышынан қан тамған кезде. Исламбек тарихи талдау жасап берді, дұрыс айтасыңдар. Сол кезде бізді дінімізден, тілімізден ажыратпақ идеология жүріп жатты. Енді қараңыз, мен сенің өміріңнің жалғасымын деген, бұл тек қана әкенің өмірінің жалғасы емес. Сонда Бауыржанның іс-әрекеті арқылы қандай жалғастықты көруге болады?
салт дәстүрдің қазақилықтың жойылмауы үшін соның жалғасын көре аламыз. Жаңылсын, дұрыс айтасың, бәрекелді. Біз тек қана ата-ананың өмірінің жалғасы емеспіз. Сонымен қатар біз халықтың салт дәстүрін, тілін, дінін алға қарай жетелеуші, оны әрі қарай жалғастыратын тұтынушы жас ұрпақпыз. Міне, осы Бауыржанның іс-әрекетінен осыны тани алдық, я? Жарайсыңдар. Енді тағы бір сұрақ. Кетер кезде Бауыржан батыр жеңгесіне айтты: балаңды өлтіріп алма деді. Осы сөздің астарында не жатыр? Бала соның ұрпағы болғандықтан, соның өмірінің әрі қарай жалғасуына мүмкіндік беретіндігі, сол бала тірі болса, егер ол жақсы адам болып өссе, сол адамның аты мәңгілік өшпейтіндігі жөнінде айтылған. Бұл сөздің артында ол болашақ осы үйдің иесі, отаудың иесі сол. Оны өлтіріп алма, ол өлсе, бұл отауымыз, қара шаңырағымыз бос қалады. Қара шаңырағың бос қалмасын деп қазақ тілейді. Қара шаңырағың бос қалды дейтін сенің ұрпағың, ата бабаңмен үмітіңнің үзілгені, арадағы жібіңнің үзілгені деп ұғады бұл қазақ халқы. Тамаша, керемет оқушылар. Демек, сендер де ата-ананың үмітісіңдер, қайталанбас тұлғасыңдар, осы өмірдің белсенді жасаушысыңдар деп айтуында Бауыржан Момышұлының осындай үлкен мағына жатыр екен. Сендер әрқайсың, әрбір шаңырақтың иесісіңдер, ата-ананың көзі ізісіңдер. Міне соны бүгін тереңірек түсініп, сабақта талдау жасап, кейіпкерлердің іс-әрекетін, айтқан сөзін талдау арқылы біз өзімізге бойымыздағы құндылықтарды жарыққа шығаратын бірнеше жақсы қасиеттерді жинадық деп айта аламын. Сабақтың құндылығы не болды? Сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Кәне пікірлерін білдіріп жіберіңдер. Құндылықты нақты табу қиындық келтіреді. Енді менің өзім жетелеуші сұрақтарым бар, сол бойынша тауып алыңдар. Бауыржан Момышұлының әкесі өлгенде Құран оқылмады. Таза жазықсыз халық жауы болып итжеккенге айдалды. Жарайсыңдар балалар, бүгін белсенділік танытқан Исламбек, Перизат, Жаңылсын, Айдана, Сымбат, Көзайым барлық оқушыларға үлкен рахмет айтам. Оқушылар түгел қатысып отыр. Мына аудио жазбаларды оқып, оларда шабыттанып, өздеріне керек мәліметтерді алып отыр деп ойлаймын. Жақсы, сабақ аяқталды, сау болыңдар.